Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздің ұялы телефоныңызда монтаж жасауға болатын барлықтарыңызға белгілі VN қосымшасы туралы айтамын. Бұл қосымшаның басқалардан айырмашылығы өте көп. Бұл біріншіден тегін, екіншіден Android-қа да және iOS-қа да арналған. Үшіншіден интерфейс жағынан және функционал жағынан өте тиімді. Мысалы, кейбір қосымшаларда тіпті қарапайым музыканы астыңғы жолға қойып, оның дауысын азайта алмайсыз. Ал бұл қосымшада сіз дегеннің барлығы бар. Ендеше дәл осы VN қосымшасына монтажды қалай жасау керектігін және оған музыканы қалай қоюға болатынын көрсетемін. Сіздермен Олжас Сабырханұлы, ендеше бастаймыз. Ендеше VN қосымшасын ашайық. Егер де телефоныңызда жоқ болатын болса, Play Market'те болмаса App Store'ға кіріп емін-еркін жүктей аласыз. VN қосымшасын аша сала бізде төменгі оң жақ бетте осындай плюс деген батырма тұрады. Соны бассаңыз, мына New Project деген шығады. Осыны басамыз. Бірден сіздің галереяңыздағы видеоларды көрсете бастайды. Мысалға, төменгі жақта сіз осы не түсіргеніңізді көре аласыз. Кез келген видеоны мысал үстінен бір рет басасыз. Одан кейін төменгі жақта видеоны қайтадан үстінен бір рет бассаңыз, сіз түсірген кадрлар осылай сіздерге көрінеді. Бұл жерде VN сіздерге неше түрлі варианттар ұсынады. Мысалға 3 секунд, 1 секунд алып береді, 2,5 секунд және 3,52 секундқа дейін кесіп алсаңыз болады. Болмаса, егер де кадр ұнамайтын болса, мына X батырмасын басасыз да қайтадан алып тастайсыз. Мен енді Астананың көрікті жерлерін түсіріп алғанмын, соны бүгін монтаждап үйренетін боламыз. Сіз кез келген, егер де бұндай кадрларыңыз болмаса, үйіңізде балаңызды түсірсеңіз болады, немесе кез келген ойыншық, кез келген предметті түсіріп монтаждап үйренсеңіз болады. Мысалы, бәйтерекпен бастағым келіп тұр. Екінші бәйтеректі көрейік. Мына жақта фонтанмен түсірген екен, осы әдемі сияқты. Келесі кадрды көрейік. Ән айтып тұрған музыкант бала. Мына жақта балақайдың ойнап жатқаны. Бірақ 5 секунд, 6 секунд ұзақтау екен. Орнынан тұрсын, кішкене жүрсін. Осы кадр жетеді. Біздің көлеңкеміз көрініп қалыпты. Осы көлеңкеге дейін алайық. Кейіннен мына кадрды алайық. Қыз жүріп кетсін. Кейіннен оны керуен жақтан алайық. Алыстан. Осы 4 кадрмен проектті бастап көрейік. Міне. Бізде осындай таймлайн ашылатын. Бағана таңдап алған 4 кадрыңыз көрініп тұр. Бұл жерде мысалға сіз картинканы, обычный картинканы мысалға үлкейтіп кішірейтесіз ғой. Дәл сол сияқты осы жерде де таймлайнды емін-еркін үлкейтіп кішірейтсеңіз болады. Әрі жылжыта аласыз. Оңнан солға, солдан оңға деген сияқты. Қай кадрдан кейін қандай кадр жалғасып жатқан емін-еркін көре аласыз. Сіздермен қысқаша таныстыра кетейін. Жоғары жақта нотаның белгісі тұр. Бұл жерде сіз музыка қоя аласыз. Мына жерде музыка, звуковой эффекті және голос, яғни аудиозаписпен видеоңызға емін-еркін петличкаңыз болса, болмаса наушникпен басып тұрып, мына жерге аудиозапис жаза аласыз. Астыңғы жақта Т деген, яғни ол текст жаза аласыз. Өзде жазылып тұр, мына жерде нажмите здесь, чтобы добавить текст, нажмите здесь, чтобы добавить музыку деп тұр. Ал мына жақта егерде осы видеоның үстіне сіз егерде сложный монтаж деп аталады, яғни қиынырақ монтаж жасайтын болсаңыз, осы кадрдың үстіне тағы да бір кадр қосқыңыз келетін болса, мына жерден мысалға стикер қойсаңыз болады, болмаса элементті бассаңыз, тағы да сол галереяңыздағы видеолар ашылады. Мысалға үстінен басып добавить етсеңіз болады. Осы моментте мына кадрдың үстіне тағы бір кадр қосылады. Осыны қысқарту үшін тағы да міне саусағымызбен кішірейтіп аламыз. Кейіннен мына емін-еркін қысқарта аламыз. Оңнан солға, солдан оңға деген сияқты. Бірақ бұл бізге қажеті жоқ. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Ендеше мына жерде play деген кнопка бар, соны басып не шыққанын көрейік. Музыкант бала кетті, кейіннен керуен кетті, бірақ керуен сәл ұзақтау сияқты.
кішкене сәл қысқартайық. Мысалға мына жерде разделить деген кнопка бар, яғни қайшыға ұқсас иконканы бассаңыз, міне разделить деп, осы жерден сіздің видеоңыз екіге бөлінеді. Мысалы қайсысын таңдайсыз, соны өзіңіздің саусақпен үстінен басып тұрып удалить етсеңіз болады, дублировать етсеңіз болады, болмаса заменить етсеңіз болады. Бізге қазіргі уақытта удалить деген кнопканы басамыз. Кез келген қосымшаны ашқан кезде өзінің по умолчанию осындай қара немесе ақ фондар қойылады, бірақ бұл бізге қажет емес. Тағы да кадр бізге қосуымыз үшін плюс батырмасын басамыз да емін еркін кадрларды жалғай аламыз. Мысалға осы ата мен апамыздың кетіп бара жатқанын әдемі етіп кесіп алайық. Кейіннен бұл кадрды мысалға добавить еткеннен кейін бұл кадрды кішкене сәл замедлить етсек болады. Осы жерде мысалға скорость деген бар, скоростьті бассаңыз кривая және стандартный, бізге стандартный керек. Мысалға 1 секунд, 1,5, 2, то есть жылдамдатсаңыз болады, бізге керісінше азайту керек. 0,7-ге қойсаңыз осы, 0,6-ға қойсаңыз осылай жылдамдықпен, 0,7-ге қойсақ та жеткілікті сияқты. Әдемі. Осындай кадрларды қойсақ болады. Ары қарай тағы музыканы баланы беріп қояйық. Достарымен гитара тартып отырған. Бұл жерде керуенмен қатар бізде набережныйда, яғни қосқан екенмін. Жалғап жіберсек болады. Екі кадрды нейтральный болу үшін. Ортада осындай адамдардың кішкене көптеген движениелер бола бастыла бастағанда қойсаңыз, осы жетеді деп ойлаймын. Осы жерге дейін қысқартып. Мына кадрымыз ұзақтау сияқты, сәл қысқартайық. Енді бұл жерге өзіңіз ұнатқан кез келген рилстан, болмаса тиктоктан ұнатқан музыкаңыз қойсаңыз болады, бірақ енді ютубта авторский права деген нәрсе бар. Сол YouTube блокировать етпеу үшін VN-нің өзінің по умолчанию музыкаларын қолданайық. Осы кадр музыка ұнады маған, осы қойайық. Басамыз, үстінен қайтадан тыңдасақ болады. Мына жерде громкость 100-де тұр. Появление деген, яғни музыка басталған кездегі баяу болсақ болады, және соңында баяу бітірсек болады. Ол үшін появление дегенді алып 0,5 секундқа қойсақ жетеді, ал затуханияны аламыз да, затихания, кешірім өтінем, 1,5 секундқа қойық, өткізіп жіберейік, бізге міне осы жерден басталсын. Так, бәйтерекпен басылады да, бала ойнағаннан бастап қойып көрейік. Міне. Енді ең тиімдісі, тағы да басқа қосымшалардан айырмашылығын айта кетейін. Мысалға, громкості басасыз ғой, осы сәтте, мысалға, міне, громкость видео деп тұр, және сіздің музыкаңыздыкін 0-ға қойсаңыз, дым естілмейді. Применить ко всем деген кнопкасы бар. Бұл көптеген қосымшаларда жоқ негізі. Бірден сіздің барлық видеоңыздағы звуктарды 0-ге қойып береді. Тек қана музыка қалады да, және музыка қойған кадрларыңызбен музыканы емін-еркін тыңдай аласыз. Басталған сәтте сәл жылжыта қойық. Бәйтерек. Так, яркісін көбейтейін сіздерге көріну үшін. Мына оң жақ жоғарғы батырмада мына жерде мынандай иконка бар, осыны бассаңыз үлкен экранға қойып көрсеңіз болады. Міне бала кетті, музыкамен ән айтып жатыр, керуен кетті, атамыз бен апамыз. Меніңше жаман емес сияқты. Енді тағы да кадрлар аз сияқты, соларды тағы да жалғап шығайық.
егер де сізге бір кадрлар ұзақтау болмаса тым қысқа сияқты болса, кез келген сәтте сіз өзгерте аласыз. Мына жерден плейді қайтадан үстінен бассаңыз кадрларыңыз тоқтайды да, қайтадан үлкейту, кішірейту арқылы кадрларыңызды, мысалға, егер де сіз мына кадрымыз 3 секунд екен, мысалға 3 секунд емес, енді 2,5 секунд балымыздағы жеп отқан демалғанын бере берейік. Тағы да кадрларды қоссақ болады. Громкостьін бірден алып тастайық. Кадрды тоқтатамыз да, егер де үстінен бассаңыз, мына жерде дублировать, удалить қайтадан. Бізге қайтадан разделить кнопкасы керек болады. Кесіп аламыз да, енді сәл үлкейіп кетіп бара жатқан сәттен бастап, мына жерден мысалға кадрды жай жылыстаңыз, барлығы көрінеді. Мына жерде міне құстың ұшып бара жатқаннан кесіп аламыз да, ортасындағы кадр бізге керек емес, оны удалить батырмасы арқылы алып тастауымызға болады. Музыка басталайын деп жатыр. Тағы да кадрларды қойып жіберсек болады. Кадр былайынан әдемі кетеді. Осыны қазір сәл баяулатып, әдемі етіп берейік. Былайынан ауысып. Бірден оның громкостьін, мына жерде скорость ертек болады, мысалға қараңыз. Кривая. Бұны енді бөлек, бұл туралы арнайы сабақ жасайтын боламын, бірақ та көрсетіп кетейін енді. Мына жерде сәл жылдамдатсаңыз болады. Жоқ, сәл келе жатып. Осы жерден бет жылдам. Және былайынан түссе көрейік. Үстінен басып тұрып, келесі кадрдың орнына қойсаңыз, кадрыңыз ауысып шыға келеді. Мына жерде громкостьті қайтадан орнына келтірейік. Шабала ұрған. Тағы да аяқтау үшін соңына тағы да кадрлар жалғап көрейік. Не бар екен бізде? Пароходтың алыстап бара жатқан кадрмен де аяқтасақ болады. Бұл жерге осы жерде мысалға екі кадр мен кадрдың қосындысына переходтарсын қойсаңыз болады. Мына жерде байқасаңыз плюс батырмасы бар. Осы жерге бассаңыз переходтар шығады. Мысалға черный, белый, зум, растворять деген бар, шейк деген эффект бар. Олардың барлығы кейіннен қосылған эффект бар. Мына осы эффектін қойық бізге. Баяу болғандықтан атмосфера. Бізге басталғаннан бастап бізге мүмкін 40 секундқа жеткізбей аяқтап жібереміз мүмкін. Мына жерге де растворять деген басып көрейік. Мына өте аз болып қалды әрине. Ал енді бастан соңынан бізде не шыққанын көрейік. Меніңше әдемі Reels шыққан сияқты. Енді бұл жерде өзіңіз әдемі текст жазып, Instagramға болмаса TikTokқа емін-еркін салсаңыз болады. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды және алдағы уақытта бейне сабақтарды жіберіп алу үшін колокольчикті басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді контентті қолдайық. Еңбекменен, тіркелу сенен.